Құрметті қазақ елі және халықаралық қауымдастықтар. Назарбаев Тоқаевтың Қандықол жүйесіне қарсы тұра білген батырымыз Еркін Қазиев қылмыскер емес. Әділетсіз қоғамнан әділдік іздегені үшін жазалау ешбір логикаға сыймайтын лас тірлік. Қалған айыпты тоқтатып, Еркін Қазиевті тез арада босатуын талап етеміз. Халықаралық ұйымдардан, Евроодақтан, ақш мемлекеттік департаментінен, Ұлыбритания мен Канада елдерінің үкіметтерінен заңды белшесінен басып отырғандарға дербес санкция салуларын сұраймыз. Аталған әлемнің шынайы демократия елдерін Қанішер Тоқаев билігімен жасалған экономикалық келісім шарттардың күшін жоюға шақырамыз. Сонымен қатар адам құқығын өрескел бұзып таптайтын бейбіт халыққа ескертусіз оқ ататын тиранның алдағы мерзімінен бұрынғы сайлауын заңсыз деп танылуын сұраймыз. Еркіндік жоқ жерде даму жоқ. Еркіндікке ұмтылып, Еркін Қазиевке бостандық талап етеміз. Еркін Қазиевке бостандық талап етеміз. Еркін Қазиев 405-ші, 380-ші жалған баптармен жалған жала жабылып, қазір СИЗОда жатыр.